Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алла тағаланың атымен бастаймыз. Әуелі барлық мадақтар Аллаға тән, одан кейін пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға салауаттар болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қадірменді көрермен қауым, сіздер өнегелі өмір бағдарламасын көріп отырсыздар. Бүгін біз Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлыққа дейінгі қысқаша өмір турасында сөз етсек. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ерте жасынан ақ ең жақсы қасиеттерді бойына жинап, саналық пен дұрыс ойылдықтың тамаша үлгісі болды. Ерекше пайымдылығымен, парасаттылығымен, мақсаттарға жету жолдарын дұрыс таңдай білетіндігімен дараланды. Ол әрбір істі ой тарасына салып саралайтын, әрдайым ойға шомып жүретін және ақиқатқа жетуге ұмтылатын. Кемел ақылы әрі таза табиғаты арқылы өмірдің қыр-сырларын, адамдар мен қоғамның ахуалдарын сараптай алатын. Ойдан тоқылған аңыз әңгімелерге сенбейтін. Адамдармен арақатынасында өзінің ісіне де, олардың істеріне де зер салып, зерделеп, өзгелердің жақсы істеріне ортақтасатын, ал жаман істерінен өз әдетінше бойын аулақ ұстайтын. Аллах тағала болашақ пайғамбарын саллаллаху алейхи уассалам қамқорлығына алып, оның табиғатын жақсылыққа сүйенетін және тайпаластарының жаман әдеттерінен жиренетін, кіршіксіз таза етіп қалыптастырды. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам шарап ішпейтін, көп құдайшыл тайпаластарының пұттарына арнап сойған малдарының етін жемейтін және пұттардың құрметіне ұйымдастырылған мерекелер мен салтанаттарға қатыспайтын. Дүниедегі ең жек көретін осындай пұттар еді. Тіпті тайпаластарының пұттары Лат пен Уззамен ант еткендерін естісе, жаны төзбей күйінетін. Болашақ пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалам Раббысы теріс әдеттерден жан-жақты сақтады. Кейде ол кейбір айыпталатын ғұрыптарға ерумен келсе, немесе нәпсі бұл дүниенің кейбір қызықтарына араласуға тартса, Аллах тағала оны қамқорлығына алып, бұлай жасауына жол бермейтін. Ол ешқашан жастардың көңіл көтеру кештеріне қатысқан емес. Ибн Асир Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам жахилият кезіндегі адамдардың істеріне араласуға 2 рет ой қылғанмын. Оның екеуінде де Аллах ойымның іске асуына жол бермеді. Одан кейін Аллах мені өзінің елшілігімен құрметтегенше ондайға ой қылған емеспін. Бір түні өзімен бірге Меккенің жоғары жағында қой бағып жүрген балаға: менің қойларыма қарайлап тұрасың ба? Меккеге барып жастардың кешіне қатысып қайтайын дедім. Ол жарайды деді. Сөйтіп мен жолға шығып, Меккедегі бірінші үйге жеткенімде күй аспабының әуенін естіп, бұл не деп сұрадым. Адамдар: пәлен күйеуі мен қалыңдық үйленіп жатыр деді. Мен тыңдау үшін отырғаным сол еді. Аллах құлағымды бекітіп ұйықтап қалыппын. Содан күн ысыған кезде ғана бірақ оянып, қой бағып жүрген жолдасыма оралдым. Ол менен не істегенімді сұрады. Мен оған не болғанын айттым. Сонан соң тағы бір түні сондай оймен Меккеге барғанымда да алғашқы түндегідей жағдайға түстім. Бұдан кейін жаман іске ой қылған емеспін деген риуаят еткен. Аль-Бухари жеткізген хадисте Жабир ибн Абдуллах Қағбаны қайта тұрғызу кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мен Аббас тас тасуға кіріседі. Аббас пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам тастың қажамау үшін изарыңды желкеңе қойып алсаңшы дейді. Солай жасағанында ол жерге құлап түседі, көздері аспанға қарап бақшиып қалады. Сосын ол есін жиып: изарым деп изарым байлап алған деген. Тағы бір риуаятта содан кейін оның әуреті ешқашан көрінген емес делінген. Бұл хадисте де Аллах тағаланың болашақ пайғамбарын жас кезінен ақ жаман істерден, жахилият кезіндегі әдеттерден сақтағандығы көрінеді. Болашақ пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тайпаластарының ішінде ұнамды қасиеттермен, артықшылыққа ие мінез құлықтармен, абыройлы сипаттармен ерекшеленетін. Ол өскен ортасында ең бір адамгершілігі жоғары, мінез құлқы көркем, өзгелерге қорғаншы, ұстамды, шын сөзді, табиғаты жұмсақ, көнбіс, арлы, жақсылыққа жомарт, жайсаң, істері игі, уәдесіне берік,
адал да аманатшыл жан ретінде танылды. Бойындағы ізгіліктері мен жақсы қасиеттерін көрген тайпаластары оны әмин, яғни сенімді деп айтатын. Болашақ пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мүминдердің анасы Хадишаның сипаттағанындай туыстармен жақсы қатысатын, шын сөйлейтін, қорғансызға пана болатын, жоқ жітікке қарайласатын, қонақты сыйлайтын және дұрыс істегі қиындықтарға жәрдемдесетін. Осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне келіп жетті. Келесі бағдарламаларда аман есен жүздескенше, ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.